Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, және де менің сүйкімді де сүйікті подписчиктерім, қалайсыңдар? Сендермен бірге бүгін әдеттегідей Бекош. Короче, бүгінгі видеороликте әдеттіміз СНГдегі ең үздік ютуберлердің сеттеріне баға беретін боламыз. Ал ендеше видео басталмастан бұрын менің арнама тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп, және де мына жерде тұрған колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің басқан әрбір лайктарыңыз бен комментарияларыңыз мен үшін өте үлкен мотивация. Ал ендеше видео өте ұзақпай кетті. Ендеше видео көп деп шықсын десеңіздер, мені барынша қолдап кетіңіздер. Ал ендеше видеоға кеттік. Короче, барлықтарыңыз көріп отқандай, мен уже ютуберлердің ID-ін жазып сіздерге дайындап қойдым. Ендеше бізде бірінші ол бізде Досымжанның ID кеттік ал. Так, короче, QZR Досымжан, Kaz Republic дейтін гильдия. Осыдан 3 сағат бұрын Free Fire'ға кірген екен. Ал ендеше кеттік ал, изучить. Ал досиктің ID-ін көреміз. Ох ты, қыз персонаж киіп апты досик бізде. Так, QZR Досымжан галочкасы бар. Ю, наңғарандар, 11.000 лайкі бар. Так, бізде сетін бағалайтын болсақ, Досымжанның сеті бізде так. Қыздың шашы прикольно, маска прикольно, асты үсті нормальный, кросс нормальный. В общем, мына қыз персонажға біз 10-нан 7 деген бал беруге болады. Бұлай прикольный сет. Так, кеттік ал бізде. Ал бізде екінші ол бізде ADS деген ютубер. Короче, кеттік ал. Бізде ADS галочкасы бар. Осыдан бір күн бұрын Free Fire'ға кірген. Так, друзья, лақтырып қоя салайық. Кеттік ал, ADS-ді изучить етеміз енді ал. Так, ой, мына сет легендарный сет қой. Мына сетті білмейтін адам жоқ шығар есеңгіде, я. Ал, ошым, мына ADS-тің мына сетіне мен ошым 10-нан 10 деген бал берем, барлықтарын келсесіңдер деген ойдамын. Енді ошымнан барлығы үсті асты барлығы топ қашын 10-нан 10. Өзіме мына сет қатты ұнайды. Ошым бізде үшінші ютубер ол бізде Азам. Кеттік ал, келесі ал. Азамат Черноты деген гильдия бір күн бұрын Free Fire'ға кірген екен. Так, друзья, лақтырып қой, не изучить. Кеттік ал. Ух ты, Азамның мына сет легендарный сеттердің бірі болды. Мына сетімен Азамның жүргені қанша уже 1 жыл болды ойдым, или 1 жылдан асып кетті ме? Комментарийға жазып кетіңдер. Так что осым Азамның мына сетіне мен 10-нан 10 берем. Барлықтарын біліп отырсыздар, мына сет легендарный, прям соска сет қой. Енді ошым асты, үсті, маска, барлығы топ. Ошым 10-нан 10 деген бал беруге болады. Так, бізде келесі 4-ші ютуберіміз ол бізде Трэшер ФФ, яғни айтқанда Трэшер. Кеттік ал, Трэшер осыдан 11 сағат бұрын Free Fire'ға кірген екен, аккаунты 79-ші левел. Бізде так, Трэшердің мына сеті енді тура Азамның сетіне ұқсайды екен, тек үсті ғана өзгеше. Так, бізде былай маскасы, шашы, былай шалбары, кросс барлығы топ. Мынау үсті сәл біртүрлі екен, ошым. Мына үстін ауыстырса, былай негізі 10-нан 8 деген бал беруге болады. Так, ошым 10-нан 8 деген бал. Нормальный, кеттік ал. Так, ошым бізде келесі 5-ші ютуберіміз ол бізде қазақша. Ошым кеттік ал, Муж Айнуры дейді. Так, Туз деген гильдия. Кеттік ал, изучеп көрейік. Так, бізде галочкасы бар екен. Ошым 75-ші левел. Ух ты, аккаунты. Мына сеті әдемі былай, қараңдаршы. Штаны ангела, көк кроссовка, черный маска, белый прическа. Ошым былай нормальный барлығы. Темана курткасы да әдемі, осыдан жаңадан қосылған куртка мынау, Ошым сеті 10-нан 10. Мына сет енді топ, лучший сеттердің бірі. В общем, бізде соңғы ютуберіміз ол бізде Q-Bro. Кеттік ал, Q-Bro фон дейді. Кеттік ал, көп созбай изучить етейік. Так, в общем, бізде Q-Bro-ның сетіне, короче, так. Былай, қарандар, штаны ангеласы бар. Кроссовкасы нормальный, кепкасы прикольно. Не архитектически сенімді маскасы. Мынау енді сәл үстін ауыстыру керек сияқты, менің ойымша. Мынау үстін ауыстырса, былай 10-нан 10 беруге болар еді. Былай негізі 10-нан 8. Барлықтарын келсесіңдер деген ойдамын. В общем, достар, бізде видео аяқталды. Сіздермен бірге бүгін болған мен әдеттегідей Бекош. Ал ендеше видео ұнаса маған тіркеліп лайк басып, осы видеоға өздерінің кереметтей комментарияларыңды жазып кетіңдер. Барлықтарына пока-пока, чао. Отбасыларың аман болсын.